Достар, думалақпастар, мен самолетке отырдым, машинаға отырдым, екі аяқтың басында отырдым, декретте отырдым. Ойбай, кешіріңіздер, соңғыс қате болды, мен еркек екенмін ғой, есіне шығып кетіпті. Бүгін мына есалаң бір жері қышып, мені мотоциклге отырғызды. Қамп бітіп қап қаламыз ба, айналып келе шпагатқа отырып, арып қаламыз ба, оның бұнымен шаруасы жоқ, бос күлкі болса болды табған. Екі аяқты есалам рульге отыра, братишкаға, мен айдап көрсем бола ма дейді. Қой айналайын, есің барда, елің тап, сен рульге отырсам, тоғыз өмірімнің бәрі бір мезетте жоқ болып кетер деп тоқтаттым. Ең қызығын айтайын сендерге, батылымна екі аяқты айтады да, давай мына мотоциклге угон жасап қашып кетеміз ба, қызық болады деп қояды. Қой айналайын, енді түрмеге отыратын жағдай жоқ дедім. Біздің Джонни екеуміздің Вьетнамдағы бір күніміз қалай өтеді? Джонни, как всегда, менен ерте тұрып алған. Бұл ерте тұрған кезде кәдімгідей ласковый болып кетеді. Одан кейін мен сразу өзіме кофе заказ бердім, потому что мен кофені күнде ішемін. Осындай курьер келді, кофемді алдым. Кофемді рахаттанып отырып, осындай мультфильмді қарап ішіп алдым. Мен жасым 26-та болса да, мен до сих пор мультфильм көремін. И что вы мне сделаете? Джонни уже өзінің таңғасын бастап кетті. Джонниға қарап, менің де қарным ашып кетті. Мен тез өзім таңғасымды дайындауға кірісіп кеттім. Потом Джонниді үйде қалдырып кетіп, менің өзім обедте стоматологияға келдім. Бұл жерге келіп түсімді профессионалды түрде тазартып алдым. Стоматологиядан шыққаннан кейін мен пляжға барып жүріп қайтқым келді. Көріп тұрғандарыңыздар, бүгін пляжда адам өте көп. Мен просто суға қарап демалып отырғанды өте қатты жақсы көремін. Кешке таман қарным ашып кетіп бір кафеге келдім. Сөйтсем бұл кафеде осындай әдемі вьетнамка қыздар официантка болып жұмыс істейді екен. Сөйтіп отырсам менің қасыма осындай кішкентай бөпе жақындайды. Короче, жаным, қараңыздаршы, бір секунд. Түнге қарай супермаркетке келіп, мен өзіме керек заттарымды алдым. Бұл продукты и косметика алдым. Потом үйге қайттым. Все, жандарым, сол бүгінге осы. Всех люблю, всех обнимаю. Пока-пока. Ё-моё, короче, ана жақта бір еркек сықырып жатыр да. Мен қорқып кетем, короче, қорқып қашып бара жатсам. Она өзінің бір итін шақырып жатыр екен. Съемка видео запрещена, блядь. Камеру вырубай нахуй. Ойбай. Ойбай. Тихо. Тихо. Маған қарап күліп жатсың ба, ты что, меня снимаешь деп. Не айтып жатыр едім, ұмытып қалдым. В общем, ана жақта бір еркек сықырып жатыр. Құрысын маған сықырып жатыр ба, қашып кетейін десем, ана өзінің итін шақырып жатыр екен. Ойбай. Бісміллә. О, жүрегім.